Ақтөбеде Марал Фест қалай өтті? Құрметті достар, мен Айбос Абзал, парақшамда тіркеліп алыңыз. Қазір толық айтып берем. Кеттік. Қаладан қашық болғанына қарамастан бүгінгі фестивальға жиналған адам саны өте көп. Келушілер Зару Панто емдеу шипажайының жұмысымен толық танысуға мүмкіндік алды. Фестиваль аясында керемет концерттік бағдарлама өтті. Сонымен қатар киіз үйлер тігіліп, әртүрлі жәрмеңкелер де ұйымдастырылды. Жаңбыр жауып кеткеніне қарамастан келушілерде қонақтарымыздың барлығында көтеріңкі көңіл күй. Фестиваліміздің маңызды бөлігі келген қонақтарымыз осы марал шаруашылығына келіп, маралдарды өз көзімен көріп экскурсия жасап қайтты. Бұл жануарлар кезінде Шығыс Қазақстан Қатон Қарағайдан әкелініп, осы жақта өсіріліп жатыр. Шаруашылықтың жалпы аумағы 1300 гектарды құрайды. Маралдарға жабайы табиғатта жүргенде жағдай жасалған. Бұл фестивальдің басты мақсаты Ақтөбенің туризмін дамыту, Мәртөк ауданының ерекше табиғатын насихаттау мен тұрғындарға келген қонақтарымызға ерекше жайлы демалыс сыйлау. Табиғат пен ұлттық мәдениетті тоғыстырған осындай керемет фестиваль ұйымдастырған Визит Ақтөбе ұжымына мың алғыс айтамыз.